Пассивті және активті тасымалдау. Сұрақ. Заттардың концентрациясы жоғары ортадан концентрациясы төмен ортаға өтуі. Фагоцитоз, пиноцитоз, диффузия, осмос, қысым. Жауап: диффузия. Мембрананың сұйық тамшыларды өткізуі. Фагоцитоз, пиноцитоз, диффузия, осмос, қысым. Жауап: пиноцитоз. Белсенді тасымалға жатады. АТФ энергиясының жұмсалмауы, заттардың фосфолипид қабаты арқылы енуі, осмос, диффузия, оттек тасымалы, су тасымалы, фагоцитоз, пиноцитоз, иондық сорғылар процесі. Жауап: фагоцитоз, пиноцитоз, иондық сорғылар процесі. Не арқылы кіші полюссіз молекулалар өтеді? Яғни оттек, стероид, тироидты гормондар не арқылы өтеді? Қарапайым диффузия, жеңілдетілген диффузия, иондық сорғы, алмасу диффузиясы, пассивті симпорт. Жауап: қарапайым диффузия. Бір уақытта екі заттың бір бағытта тасымалдануы. Симпорт, антипорт, біріншілік активтілік, симпорт және антипорт, диффузия. Жауап: симпорт. Екі заттың қарама-қарсы тасымалдануы. Симпорт, антипорт, біріншілік активтілік, симпорт және антипорт, диффузия. Жауап: антипорт. Мембрана арқылы тасымалдауда жұмыс жасайтын ерекше тасымалдаушы нәруыз. Транспирация, транслоказа, транскрипция, антипорт, симпорт. Жауап: транслоказа. Судың термодинамикалық күйінің көрсеткіші. Қысым потенциалы, гидростатикалық потенциал, матрицалық потенциал, су потенциалы, осмостық потенциал. Жауап: су потенциалы. Стандартты жағдайдағы теріс шама. Матрицалық потенциал, су потенциалы, осмостық потенциал, қысым потенциалы, гидростатикалық потенциал. Жауап: осмостық потенциал. Қысым жасушалық қабық шегіне дейін созылған жағдайда су потенциалы нешеге тең? 0, 1, 2, 3, 4. Жауап: 0. Ісіну күші. Қысым потенциалы, гидростатикалық потенциал, матрицалық потенциал, су потенциалы, осмостық потенциал. Жауап: матрицалық потенциал. Жылына 470 тонна суды леп тесігі арқылы транспирациялайды. Алма, үйеңкі, емен, қайың, шырша. Жауап: қайың. Күн ыстық болмаса да, жел қатты болса су булануы. Баяу, тез, өзгеріссіз, баяу және тез, орташа. Жауап: тез. Ыстық температура кезінде өсімдікті қызып кетуден сақтайды. Диффузия, транспирация, транслокация, жапырақтың солуы, минералды тұздардың болуы. Жауап: транспирация. Жауабымызды тексереміз.